Бәріңе сәлем, бұл Атырау жастары осы аптада қандай жаңалықтар болды, бірге білейік. Атырау облысы ішкі саясат басқармасының Атырау қаласының жастар ресурстық орталығы ұйымдастыруымен Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің экология және табиғатты пайдалану комитетінің мүшесі Сейітжан Кенжеғұлмен жастар арасында кездесу өтті. Кездесуде тұрғын үй, бірінші, екінші, үшінші топтағы мүгедектердің құқығы және олардың жайлылығына мемлекеттен бөлінетін қаржылар туралы сөз қозғады. Алдағы уақытта көмекке мұқтаж жандардың мәселелерін шешуге, заңды тұрғыда қарауға уәде берілді. Бұл кездесуде 30-ға жуық жастар қамтылып, ашық микрофон айдары болды. Онда жастар мемлекет тарапынан экологияға байланысты жобаларға демеу көрсете алатындығын анықтау мақсатында бірнеше сұрақтар қойды. Ауыл жастарының азаматтық бастамаларын дамыту жобасының шағын гранттар конкурсына өтінімдерді қабылдау мерзімі 2024 жылдың 21 шілдесіне дейін ұзартылды. Бұл байқау әлеуметтік жобалар саласында жұмыс істейтін бастамашыл топтар мен азаматтық белсенділерді қолдауға бағытталған. 14 жеңімпаздың әрқайсысына 1 миллион теңгеден грант беріледі. Байқаудың ережелері туралы қосымша Ауыл жастары Атырау Инстаграм парақшасынан біле аласыздар. Атырау облысы ішкі саясат басқармасы қоғамдық келісім мекемесінің ұйымдастыруымен Атырау облысы Қазақстан халқы ассамблеясы этножурналистика саласындағы облыстық этноблогер шығармашылық байқауының марапаттау шарасын өткізді. Мақсаты Қазақстан халқы ассамблеясының жұмысын жариялауға, қазақстандық қоғамдық келісім мен бірлікті насихаттауға үлестерін қосқан этноблогерлерді ынталандыру арқылы этносаралық қатынастар саласындағы ақпараттық түсіндіру жұмыстың өңірлік этножурналистиканың дамуына ықпал ету. Шараға Атырау облысы бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері мен блогерлер қатысты. Жайық мәдени спорттық кешенінде Атырау облысы ассамблея жастар ұйымдастыруымен Спорт Юнитис атты жастар арасындағы спорттық фестиваль өтті. Шараға Атырау облысы Қазақстан халқы ассамблеясы, ассамблея жастары, республикалық қоғамдық бірлестігінің мүшелері мен Атырау қаласының белсенді жастары қатысты. Фестиваль аясында волейбол, шағын футбол мен теннистен жарыстар ұйымдастырылды. Шара соңында жеңімпаздар марапатталды.